Енді сізге сұрақ қояйыншы, ерекше балаларды тәрбиелеуде қандай қиындықтарға тап болып жатсыздар қазіргі таңда? Жаңа сюжеттен байқадық, балабақшадан шығарып жіберді дедіңіздер. Сол туралы айтып беріңізші. Иә, бізде тұңғыш ұл болғаннан кейін басында еркеліктеп жүрдік, сонымен жаңағы диагнозын білгеннен кейін енді мұндай бұрын біздің әулетте болмаған ғой. Ондай баланы алғашында түсінбей жүрдік негізі. Нақты мінезі басқаша болды. Кейін уақыт өте келе білдік. Сондай диагноз бар екенін солай қабылдадық. Алғашында сол бір-бірімізге үйренісу қиын болды басында. Ата-ана мен баланың ба? Иә, ата-ана мен баланың. Баланың қабылдау қиын. Қабылдаған жоқ. Баланың іс-әрекеттерін сіз түсінбейсіз, бала сізді түсінбейді. Иә, солай болды. Басында өзара қиыншылықтар солай болды. Ары қарай емдетуге келген кезде басталды ғой біздің қиыншылықтар. Нақты емді қай жерден бастаймыз, біз қай жерге барамыз. Бізде невропатологтардың өзі басында негізі дұрыс направление, жолдама берген жоқ бізге. Сендер мынадан бастасаңдар дұрыс болады, немесе мына жерге барыңдар деген сияқты. Біз алғашында өзімізше кімнен не естідік, сол бойынша емдеп жүрдік баланы. Бетіне массаж істету керек деді. Бір массажист кісіге барып массажын істеттік. Ол бала қатты жылайды. Кейіннен білсек, ол негізі дұрыс емес екен. Жалпы баланың бетінен бастап массаж істеген бірінші балаға түсінік қалыптастыру керек болған. Біздер тек сол бір массажбен ғана массаж жасату арқылы емделіп кетеді деген ой болды ғой енді.